Сәлеметсіздер, сіздермен бүгін сигара бөректер жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызға тұзды салып, содан кейін қайнаған суымызды кішкенеден құйып отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Содан кейін қамырымызды 7-10 минут тұндыра тұрамыз. Содан кейін қамырымызды осылай оқтауменен жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осындай бөліктерге бөлеміз және де видеода көрсетілгендей ішіне үкіштен өткізілген сырымызды салып осылай орайтын боламыз. Дайын болған бөректерді қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Сонда осындай өте дәмді бөректер дайын болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.